Баршаңызға сәлем. Бүгін біз жасалу жолы өте оңай және де құрамына аса көп затты қажет етпейтін осындай дәмді сүзбелі бәліш пісіретін боламыз, яғни творожный пирог. Бізге бар болғаны печенье, сары май, сүзбе, қант және жұмыртқа қажет болады. Ал енді бисмилля деп жұмысымызды бастайық. Ең алдымен 300 грамм печеньені блендердің көмегімен майдалап аламыз. Егер сізде блендер жоқ болса, жай ғана пакеттің ішіне салып, сыртынан ұрғылау арқылы майдалап алуыңызға да болады. Міне біз печеньемізді ұнтақтап алдық. Енді бөлме температурасындағы 100 грамм сары майды салып жақсылап араластырып аламыз. Міне майды жақсылап араластырып алдық. Енді біз табамызға салып бір тегіс етіп жаямыз. Енді қорықпасақ та болады. Май араласқан печенье ұнтағы бір-біріне нығыздалғаннан кейін жабысып тұрады. Менде диаметрі 24 сантиметрлі табаға осылай салып, қолымның көмегімен жақсылап тегістеп нығыздап аламын. Шеттерін біркелкі қылу үшін мен шанышқыны пайдаландым. Ал енді салмасын дайындайық. Бізге 500 грамм сүзбе қажет болады. Менде қолдың сүзбесі. Бір пиала шекерімізді және 2 жұмыртқамызды қосып, миксердің көмегімен біздің сүзбеміз майдаланғанша жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі массаға келген қоспамызға енді 2 ас қасық ұн саламыз. Себебі біздің творогымыз форма алу керек. Дайын болған салмамызды формасына құйып, 180 градуста қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Міне достар, өздеріңіз көрдіңіздер, дайындалу жолы өте оңай, көп затты қажет етпейді. Бар болған үйдегі бар заттармен жасай аласыздар. Пирогтың бетін безендіргенге өздеріңіз қалауларыңызбен, кез келген затпен, даже вареньемен безендіруге де болады. Мен шоколадпен безендірдім.
Бірақ бір ескеретін жағдай, творожный пирогты піскеннен кейін әбден суып, бөлме температурасында жарты немесе 1 сағат болған соң ғана ыдысынан шешіп кесуге болады. Мен видеоға түсіру үшін асығыс болдым, сол үшін ыстықтай формасына шешіп едім. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай жарылып кетті, бірақ арасының барлығы өте тамаша піскен, ешқандай шикі емес. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі енді өте керемет. Және де менің еңбегімді бағалап, видеоға лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.